Мен доктор Рагавендра Коски, Аполло ауруханаларында Джубили Хиллз, Хайдарабад, аға кеңесші микрохирургиялық андролог, уролог және жыныстық медицина маманымын. Қазір мен сіздерге эпидидималды киста туралы түсіндіріп беремін. Эпидидималды киста дегеніміз не? Эпидидималды киста бұл ұрық безінің айналасында немесе ұрық безінің артқы жағында эпидидимис ішінде орналасқан сұйықтыққа толы қапшық, яғни бұл ұмада орналасқан барлық құлындардың бірі. Бұл қашан жиі кездеседі? Бұл көбінесе орта жастағы, яғни 20 мен 40 жас аралығындағы адамдарда жиі кездеседі. Балаларда бұл өте сирек кездеседі. Эпидидималды кистаға алаңдау керек пе? Көп жағдайда бұл эпидидималды кисталар қатесіз болады, яғни олар обырлы емес. Сондықтан бұл кисталарға алаңдаудың қажеті жоқ. Бұл кисталарды қалай анықтауға болады? Егер киста өте кішкентай болса, оны кездейсоқ физикалық тексеру кезінде, немесе басқа бір себеппен ұманың ультрадыбыстық зерттеуін жасағанда анықтауға болады. Кейде өзіміз тексергенде, егер киста үлкен болса, ұмада қандайда бір түйін байқалуы мүмкін. Бұл біз жиі кездестіретін жағдайлар, яғни кистаны табуға болатын негізгі жерлер. Бірақ эпидидималды кистаға байланысты қашан дәрігерге қаралу керек? Егер киста өте үлкен болса, ыңғайсыздық, ұмада ауырсыну немесе тексеру кезінде ауру сезімі болса, осындай жағдайларда дәрігерге бару қажет. Бұл науқастарды қалай емдейміз? Егер киста өте кішкентай болса, ешқандай ем қажет емес. Тек әр 6 айдан 1 жылға дейін үнемі бақылауда болып, оның өсуін немесе тұрақты екенін қадағалап отыру керек. Егер киста белгілер тудырса, ауыртса, әсіресе үлкен киста болса, ең тиімді ем микроскопиялық эпидидималды киста алып тастау. Бұл процедураны біз эпидидималды кистоцистектомия деп атаймыз. Кейбір жағдайларда киста ішіндегі сұйықтықты сорып алуға болады, бірақ бұл уақытша ғана, өйткені киста қайтадан пайда болып, сұйықтық қайта жиналады. Кейбіреулер склеротерапияны ұсынуы мүмкін, бірақ бұл ең қолайлы ем емес, өйткені склеротерапия жасағанда эпидидимиске зақым келу қаупі бар. Ендеше эпидидималды киста бедеулікке әкелуі мүмкін бе? Көптеген науқастарда эпидидималды киста қатесіз болады, олар әдетте бедеулікке себеп болмайды. Бірақ біз сперматоцеле деп атайтын ерекше түрдегі кисталар бар. Бұл эпидидималды кистаның бір түрі, оның ішінде сперматозоидтар орналасады және кейде ол бітелуге себеп болуы мүмкін. Ал жалпы алғанда эпидидималды кисталар бедеулік мәселелеріне байланысты емес. Ендеше эпидидималды киста қандайда бір жыныстық мәселеге себеп бола ма? Жоқ. Тағы бір сұрақ, эпидидималды киста бұл аталық бездің қатерлі ісігі ме? Жоқ, бұл да анық нәрсе. Эпидидималды кисталар қатесіз түзілістер. Уайымдаудың қажеті жоқ, бірақ егер ол үлкен болса, ауырса, міндетті түрде урологқа немесе андрологқа барып, толық тексеруден өту керек. Рахмет. Жақсы.